Жарым, жақсысыңдар ма? Мен де жақсымын. Рахмет, дайректі оқып, мәз болып жыладым, құладым, домаладым, мәз болдым, айқайладым, шыңғырдым, биледім. Сонымен өте үлкен осындай эмоциямен кешегі бір мини жетістігімізді сіздермен біз болып тойладық. Одан кейін менде еще қылықты бой жеткен 2 курсым тікелей эфирде жүріп жатыр ғой, ол оплата төлегендер арасында. Сондықтан көп энергиям сол курсыма кетіп жатыр да. И сіздерді де ұмытпай, мен кішігірім бүгін өздеріңізге мини разборчик жасап тастағым келіп тұр. Бүгінгі разборымда 3-6 деп қоямын. 3-6 сіздер жақсылап түсінетін боласыздар. Бүгінгі сторисімді реакция беріп, басып, қолдап, до конца көретін болсаңыздар. Так, отырамыз, асықпаймыз, просто стористарды до конца тыңдаймыз. Реакция басып, ойыңмен бөлісіп. Неліктен мен бүгінгі сторисімді 3-6 деп алдым? Барлығын оны түсінетін боласыздар. Өмірлеріңізде байқап едіңіздер, бір адам биіктеп тұрды да резко құлайды жалпасынан. Немесе құлап жатқан адам резко ұшады. И сен түсінбейсің, отырасың да, неліктен адам анандай еді, неғып өзін анандай күйге түсірді деп ше, неге боқтан тұра алмай жатыр деген сияқты. Немесе көп сондай құлдырау, өзгеріс, трансформация 30 жастан кейін толығымен қорытындысын алып келеді. Яғни, немесе мынандай сөздерді көп еститінбіз үлкен кісілерден: 30-ға дейін жаса, 30-дан кейін кеш болады деп. Я? Неге осылай айтады бізге? Қазір сендерге осы стористардың бәрі мотивация болуы мүмкін, көздеріңізді ашуыңыз мүмкін да. Мен сіздерге айтайын, қыздар, если қазір сен жасағың келетініңді жасамайтын болсаң, 3-6-ға түссең, одан кейін поздно будет. Қазір сенде арман бар ма? Орныңнан тұрып, іс-әрекет жасау керексің. Өйткені 3-6-ға түскеннен кейін оны резко жеңіл энергиямен бастау, ұшу қиынырақ болады. Қазір тұр, қазір, ертең емес. Любой адамның өзінің арманы болады. Кішкентай кезінен құрған арманы болады. Еркек болсын, әйел болсын. Біз барлығымыз кішкентай кезімізде армандаймыз ғой, мен осындай үйде тұрамын, менің осыншама бала шағам болады, менің осындай жұмысым болады, менің осындай киімдерім болады, менің осындай арманым бар. Біреу сахнада жүріп ән айтып, халыққа өзінің өнерін көрсеткісі келсе, екінші адам жаңағыдай өзінің жеке бизнесін ашып пайдалы болғысы келеді. Біреу кішкентай куклаларға киім тігіп, мен ертең дизайнер боламын, мен бұлай жасаймын дейтін болса, басқа адам, мен осылай өзімнің идеям бар, оны жаңағы адамдарға пайдалы болып, осы армандарымды жасағым келеді дейді. Әр адамның әртүрлі өзінің арманы болады кішкентай кезінен. Вот сенің үлкен хрустальный замогың. Ана замокқа кірсең, бүкіл сенің балалық шағыңдағы арманыңда, и ол арман ешқайда кетпейді. Сен сол бір арманыңдағы өміріңді былай сақтайсың ішке. Особо ешкімге айтып көрсете бермейсің, оны сен білесің. Вот, осы арманыңмен келе жатырған кезде біз кішкентай кезімізде нет ничего невозможного дейміз. Біз яғни, у меня получится, мен президент боламын деп ше, мен бір заводтың бастығы боламын, мен атақты Мерлин Монро сияқты актриса боламын дейміз, я? Бәр, я дейді, қой деп жаңағы ше, не қылады. Біз сенеміз өзіміздің арманымыздың орындалатынына. И уақыт өте келе, біз өсе келе, біздің арманымыз құлдырай бастайды. Өйткені бізге
жаңағы осы өмірдегі үлкен адамдар, яғни жасы үлкен адамдар келіп саған, ой, ол болмайды, қайдағы әншілердің бәрі жәлеп деп, сенің кішкентай детский жаңағы мінсіз әдемі қиялың, арманыңды біртіндеп құлдырата бастайды, сындырады да, мына хрустальный үлкен үйіңді ше, қой деп ше. И сен ол сөздерге кішкентай кезіңде сенбесең, сен подростық кезіңде, жасөспірім кезіңде сене бастайсың. И вот осындай үлкен арманыңды анаусы келеді да сындырады, қой, қайдағы дизайнер кім ақша тауып жатыр дейсіз, қалай табады екен ол деп ше. Қой, қайдағы бизнес сенде, біздің ақшамыз жоқ, сені қолдайтын айналайын. Bir тиын таныссыз ешкім. Ой, ондай адам болу үшін саған таныс керек, взятка керек, бізде қайдан ақша, қиялданбай айналайын, ана өтімді мамандыққа түс дейді. Тырс, мына жерден шешең, мына жерден әкең, мына жерде әпкең, білмеймін. Ең жақын адамдарыңның сөзі саған қатты өтеді. Өйткені ол сенің жақындарың. Өйткені сен жасөспірімсің. Өйткені сен оны тұлға, осы өмірде көргені бар, ол адам біледі деп ойлайсың да, сенесің. Жаңа тәтелерің де араласып кетеді, қой, құрсын деп. Вот. И сен арманыңды, мына хрустальный үйді, ішіндегі сенің арманыңдағы үй, арманыңдағы өмір, я, сенің арманың дейікші, сынса да сен оны ішіңе сақтап қоясың былайшы. Әлі де сеніміңді жоғалтпай, осылай болады ғой депші. Мен кішігірім болса да сенімім бар дегенде кішкентай сеніміңмен понимаешь, что үлкен өмірге қадам басқаннан кейін біз үлкендер қалай айтты, солай дұрысырағау, олар өмір көрді ғой дейміз де, тыңдаймыз да. Солардың ойымен оқуына, солардың айтқан ер азаматына, солардың айтқан өміріне, иллюзиясында. Бірақ анау үй мүлдем сенің қиялыңдағыдай жылтырақ емес те, замок емес те. Басқаша үй, басқаша жұмыс. И сен сол бір өмірге қадам бастың да, тыңдап, шаг жасадың да, и бір қарасаң, көзіңді ашып қарасаң, бала емізіп жатсың. Ар жақта үшеуі жүр. Мама деп. Мына жақта еркең, қайда жинадың футболкамды? Айтшы, тауып берші деп. Ана жерде енең, мына жерде сен. И ты не понимаешь, что происходит? Менің өмірім ба деп ойлайсың, менің балаларым ба, менің өмірім осылай я деп. Бірақ бір жағынан артық айтып қойайын десең, өзіңді сабырға келтіресің. Шүкір Алла, менен де хуже өмірлер бар ғой деп. Бірақ неге сен бақытсызсың? Сен жатасың, сенде тек жарты сағат бар. Басқа өмірді қарауға. И сол бір социальные сети сені өз әлеміне алып кетеді. И сен қарайсың, маға, немесе басқаға, бақыттырақ сияқты да, неге деп ойлайсың? Ішіңнен қан жылайды. Неге деп? Өйткені сен өз арманыңмен қош айтысып, мына жерге тықтың арманыңды. Сенің арманың мына жерде, ішіңде. Ал оның арманы сыртында сен ойлаған арман. Оны ол жүзеге асырды да, сен ойлайсың, қалай деп, неге деп, мен де осындай едім ғой деп, қылығына тамсанасың. Жасап отырған ісіне, мысалы, өзіне, мен де солай қалаймын депші. И сен сол бір күнді күтесің. Менде де бір күні болып қалады. Но почему-то каждый күн күнделікті қайталануда. И сол бір ерекше күн болып қалатын, болмай жатыр. И сенде санаңда мың сұрақ. Неге? Неге деген сұрақтар. И сен ол сұрақтарды
сол басыңда неге деп тұр да, кішкентай сен саған айтып тұр, неге біздің арманымыз жасамады, неге кішкентай сен айқайлауда. Ал сенде чувство вины из-за этого. Өзіңді кінәлай бастаған кезде, так, надо отвлекаться. Тұрасың да сол бір сериалыңды көресің. Ол жерде тоже сен жүрсің да. Тұрасың да сол бір сүйікті өзіңнің адамыңды көресің, блогеріңді, возможно. Немесе ютубқа кіресің, успешные женщины деп. Сол кезде басылатын сияқты. Саған қатты ренжіп қалған сен, деп, как будто ішіндегі ураганы басылып, осы өмір ғой біз армандаған дейді да саған. Міне іштегі кішкентай сен. Вот, сол сені талпындырады да, жасайықшы біз армандаған өмірді, жасайықшы деп. Ал сен отырасың да, чайды құясың, тәттіңді жейсің. Өйткені миға рахат бір сезімі кішкентай болса да барады да. Тамақпен бір кішкене, как будто бы сол бір стрессті, сол бір кішкентай баланы, кішкентай өзіңді успокаиваешь. Сөйтесің де айтасың, балалар өссін, мен де шығам деп. Балалар өссін, мен де шығам. Балаларды аяғынан тұрғызайын, мен де шығам. Күйеуіме сәл поддержка берейін, мен де шығам. Енемнің сондай мінезіне сәл шыдайын, мен де шығам. Сәл өмірімізді өзгертіп алайын, мен де шығам. И көзіңді ашсаң, 3-6-дасың. 3-6 ол 36. 36-да сенің қолың босады. Ал қолың босаған кезде айнаға қарасаң, сен қатты шаршағансың да, қартайғансың. Тәнің де, жаның да бұрынғыдай емес. Ішіңе үңілесің, кішкентай сен жоқ. Давай, қашан дейтін, жоқ. Өйткені ол үлкен тәте болды. Үлкен сен болдың. И ты такая думаешь, неден бастаймын? Анау шақырады сені, кел миллион табайық. Мынау шақырады сені, кел ән айтайық, сахнаға шығайық. Мынау шақырады сені, давай бақытты болайық. Такая стоишь. Анаған барасың ба? Анаған барасың ба? Анаған кімнің қолынан ұстаймын? Кіммен барамын? Не істеймін? Қандай жұмыс бастаймын? Неден бастаймын деп. Өзімнен бастаймын ба? Өзіңе кремдер жағасың. Но құрғыр терің жасармайды. Биіңді билеп жатсың. Бірақ терің бұрынғыдай жас емес, қатты емес. Даусыңды жаттықтырып жатырсың, бірақ даусың уже басқаша, өмірден шаршаған дауыс. И сен тұрасың да, не бастасаң да қолыңнан келмейді да, не бастасаң да құлап жатсың да. И қолдау күтесің, қолдау жоқ. Өйткені оларға баяғы сен керексің. Түрсейін жуып беретін, нәскейін тауып беретін, тамағын. Такая стоишь. Анаған барасың ба? Анаған кімнің қолынан ұстаймын? Кіммен барамын? Не істеймін? Қандай жұмыс бастаймын? Неден бастаймын деп. Өзімнен бастаймын ба? Өзіңе кремдер жағасың. Но құрғыр терің жасармайды. Биіңді билеп жатсың. Бірақ терің бұрынғыдай жас емес, қатты емес. Даусыңды жаттықтырып жатырсың, бірақ даусың уже басқаша, өмірден шаршаған дауыс. И сен тұрасың да, не бастасаң да қолыңнан келмейді да, не бастасаң да құлап жатсың да. И қолдау күтесің, қолдау жоқ. Өйткені оларға баяғы сен керексің. Түрсейін жуып беретін, нәскейін тауып беретін, тамағын. И у тебя начинается кризис.
полностью өзіңді қабылдамағансың. Өз өмірің шынайы бетпе-бет келген кезде саған ұнамайды. Шүкір деп өзіңді алдайсың. Қарасаң, күйеуіңде, бала-шағаңда, басқалар да сені қолдап тұрған жоқ та. Керісінше не бастасаң да ебедейсіз көрінесің уже. Телефонды қойдың, секіріп, солардың артынан қайталап, мүмкін менде де может получится, но ебедейсіз. Бәрі жазуда, фу, немене бәле деп. Бірдеме бастағың келеді, ол жерге вложение керек. Бірдемені істегің келеді, ол жерде тағы бірдеңе. Қайтып отырсың ба, үйде қорқынышты. Мен не істеймін, мен қалай енді не істеймін деп. Отырасың да соңғы үмітіңді жоғалтпай, лотерея, ойынға үй ойнатып жатса, тағы бірдеме. Соңғы жиғаныңды соған беріп үміттенесің. Мүмкін маған повезет деп. Не істеріңді дальше білмейсің. Вот. Ешкім сені қолдамайды. Ең сенің соңғы қолдаушың, ол өзің болғансың. Кішкентай сен. Армандауға қорықпайтын, қадам жасауға қорықпайтын, жақсы жарық өмірге сенетін, хрустальный үлкен үйі бар, әдемі циничный киімі бар, жылтырақ. У всех на виду ортада жүретін, жасайтын, тігетін, істейтін, сататын. Сол баяғы кішкентай сен. Бірақ сен оны жоғалтып алдың. Сен оны өлтіріп алдың да. И теперь не істеріңді білмейсің. Өйткені сол бір кішкентай сен саған қолдау көрсететін еді да. Давай мы сможем деп ше. Өзіңе қолдау көрсететінсің. Енді ол да жоқ. Кішкентай осы өмірдегі бар жақсыға ертегіге сенетін кішкентай сен 3-те 6-ға түскен кезде ол жоқ. Жоқ. Тек барсың сен реалистка, которая уже әдемі өмірге, жақсылыққа, радугаға сенетін. Қазір қарға қараш қыста. Қыста қар жауды суық дейсің. Ал кішкентай кезінде сен суық, қардың жаңағы қалың қар суық емес, оның жылтырақ, жалт-жылт еткен сиқырлығына қарайтынсың қардың. Кереметін ғана. Жаңбыр жауса, қар жауса, тіліңді шығарып, оның салқындығын, дәмін көріп, деп кең ауаны жұтып, мен тек күшті болады деп жарқын өміріңе сенетінсің. Кішкентай кезіңде. Ал қазір сен оның бәрін көрмейсің. Қазір сен қыста шығып далаға бүйтіп қарын тіліңді шығарып деп тамсанып қарға, жаңбырға, ыстыққа, желге, кішкентай өзіңдей. Бәрін позитивке айналдырмайсың ғой. Өйткені біз өскен сайын біз негатив көре бастаймыз. Особенно кішкентай өзімізді өлтіріп алған кезде. Біз уже реалисткамыз. Ал қиялы жоқ адамда. Дәл қазір, когда мен сол бір социальные сети, тиктогі болсын, басқасы болсын, үлкен атаның немесе апаның жасына сай емес бір іс-әрекеттер жасап, битіп, жаңағышы бірдеңе, когда пытается бірдеме істеуге, мне грустно становится. Потому что қазір емес, кезінде соны жасау керек еді да. Бір үлкен кісі сондай өнерлі екен. Мен таңғалдым тиктокта. Домбырамен ән айтқан кезде дауысы деген масқара енді. Билеген кезде қолы деген былай ғой. Барлығы хит жазып тұрды, тісі жоқта полностью ол кісінің ше. Білмеймін, өте қиын өмірді көрген да, көрініп тұрды. Тәте, не істеватсыз, не ағыватсыз десе. Бүйтіп, жылап, бір үлкен кісі, апамыз видео салды. Маған жаза бермеңдерші олай депші.
Менің кезінде осылай ән айтатынмын, кезінде билейтінмін, кезінде сахнаға шыққым келді. Мені шығармады, мені күйеуім шығармады. Не бар саған сахнада деп. Менің енем мені қолдамады, бақырып, аяғымнан шалып. Анам қолдамады, ешкім қолдамады мені. Қазір уже кеш болса да мына ішімдегі тығылып қалған арманымды мен қайта жасағым келеді деп жылап жатыр да. Мне так грустно. Қатты өкінішті да. Ол анадан көреді да. Бірақ, ол сенің арманың ғой, сен оны орындау керексің ғой. Қолдамаса ол адаммен сен неге тұрасың? Өзіңді қорғайтын өзің емес пе? Өз арманыңды да қолдайтын, жетелейтін өзіңсің. Сен басқаға өзіңді таптатуға жол бердің ба? Сен олардан емес, өзіңнен көр. Мен өзімнің арманымды өзім орындай алмадым, өйткені мен жеке шекарамды былай аштым да, әркімді кіргізіп, таптатып, сүюге рұқсат бердім. Ел қалағанша өмір сүрдім, өз қалағанымша емес. Мен өз-өзіме сенбедім, өз арманымды таптап құлыптадым. Өзіме өзім измена жасадым, бір сөзбен айтқан кезде. Өзгенің айтқан сөзімен өмір сүрдім. Вот, ол солай. Сол үшін да сен өзің кінәлі боласың. Қанша жерден өзгені кінәласаң да. Алла тағаланың құдіреті шексіз ғой. Бізге жанымыздағы энергиямызды даже өз жасымызға қарай сай етіп береді. Самы қопаратын жас сол бір 18, 25, 30-ға дейін. 30-дан кейін ортаңғы энергия, 30-дан ары қарай 36, 40-та уже бәсеңкеу энергия, одан кейін болды, энергия өшеді. Жаның бар болса да, ондай уже қопаратын сенде бешеный энергия қалмайды. Сондықтан да қазір жаса деймін да. Ренжіме қатты айтатыныма. Сондықтан дәл қазір істеу керек. Дәл қазір кішкентай кезіңдегі арманыңды орындау керек. Сенде қандай арман? Ведь отбасы бала-шағадан бұрын сенде өзіңнің сүйікті ісің болу керек. Сүйікті, сүйіп жасайтын. Әйел тек әйел, ана, қыз емес. Әйел ол тұлға. Ол тұлғаның да өзінің жақсы көріп, прям налегке жасайтын өзінің жұмысы болу керек. Өзіне ұнайтын, өзі оған ғашық ісі болу керек. Ол қандай іс мен білмеймін. Кезінде әнші болуды армандадың ба, талантың бар ма, сол жұмысыңды, пожалуйста, қолыңа ал. Ешкімге сенбей, өзіңе сеніп. Тігінші болам деп армандадың ба, пожалуйста. Бизнес-вумен деп армандадың ба, бірден баста. Нөлден, бәрі кішкентай шақтан басталады да. Пока сенде сол Алла тағала саған жолыңды көрсетіп тұрған кезде, энергияң бар болып тұрған кезде, денсаулығың бар болып тұрған кезде, чтобы ертең жылап отырмас үшін. Өйткені енді неге мен 3-6 деп алдым бұл тақырыпты? Өйткені 36-да сен отырасың да, өзіңмен өзің бетпе-бет келесің. Сол кезде кішкентай өзіңе сен не деп жауап бересің? Если 3-6-да 36-ға дейін сен бүкіл өзіңнің армандаған қиялыңды не істегің келді, бәрін істеп, орнымен қойып, армандаған жігітіңе шығып, онымен бақытты болып, армандаған ойыңдағы бала-шағаңды дүниеге алып келіп, үйіңді қалағаныңша осылай дизайн істеп, екеуің екі жақтап, өзің қазір армандаған, жақсы көретін, именно қиялыңдағы кішкентай кезіңдегі жұмысыңды жасап, одан ләззат алып, бақытты болып жүрсең, сен 3-6-да өзіңе бүйтіп қарап, ты молодец дейсің. Мы молодцы дейсің. Ал егер сол 3-6-да сен ойыңдағы кішкентай өзіңнің армандаған сол
өзіңді жоғалтып алсаң, бірде-бір арманыңды жүзеге асырмаған болсаң, ойыңдағыдай өмір сүрмей жатқан болсаң, сүйікті ісің сол уақытта болмаса, сенде кәдімгідей құлдырау басталады. Құлдырау дегеніміз ол қатты депрессия. Өзіңді кінәлау. Депрессияны жоғалту үшін ол бір сұрақтарды заедать ету, өз-өзіңді ұмыту үшін бұл әлемнен кетіп, басқан, жату, тұрмау, ештеңе істемеу. Вот. Скрытая депрессия, ашық депрессия болады. Ал біреулер, бұл даже не только бізде, барлық әлемде сол болады. 3-6 болады. Бір керемет жұлдыздарымыз осы жасында вообще қуып кетіп, бомж болып, мусордың жанын аралап жүрген кезіндегі керемет жұлдыздар да көп. Мен бір қазір видео қалдырамын, әйелдің құлдырауы да қандай болды, ол қазір қандай. Сосын бір еркектің да. Олар не үшін өйтіп адасып жүр дейсің? Өйткені өз-өзін сатып жіберген адамдар да, яғни өзінің арманын до конца олай апармай, құлдырап, түсіріп алып, одан көтеріле алмай, адасып, өз-өзін жек көріп, өз-өзін қабылдамай, өзін таптап, өмір сүргісі келмей, өз-өзін жоқ қылғысы келіп жүрген адамдар. Депрессия деген енді ужас. Адамды, сау адамды жынды қылады. Сондықтан да сол бір 3-6 мақұл бір цифраға тоқтамай қойыншы. Сол бір моментке дейін жеткізбей, сол бір депрессияға өзіңді түсірмей, чтобы өз-өзіңді кінәлі сезінбеу үшін, сен деген ешқашан өз-өзіңді, өзіңнің кішкентай өзіңді сатпау керексің. Кішкентай кезіңдегі өзіңнің армандарыңды, өзіңнің қиялдаған өміріңді жүзеге асыру керексіңдер да. Вот айтқым келеді. Депрессия осы. Өміріңді құр бала-шаға, бай, мама, папа, әпке, тәте деп өзгелер үшін құртып алма. Саған ешкім сенбеуі мүмкін, бірақ сен өз-өзіңе сенуің керек, әлбетте. Сосын кейін барып, мақұл деп те 3-6 өмір бітті демей. Егер сенде сол бір кішкентай өзің әлі бар болсаң, соны шығаршы, сыртқа мәпелеші. У тебя все получится. Жай-жаймен. Сол үшін, қыздар, давайте еңсемізді түсірмей, кеште оянбай, қазір оянайықшы. Әлі де кеш емес. Кеш емес. Ең бастысы, іштегі кішкентай өзіңді жоғалтып алмасаң, сенде бәрі получится. Бәрі болады. Тек өз армандарыңды сатпасаң болғаны. Өзіңе сенімділікті жоғалтпасаң болғаны. Сосын осы жерде айтып кетейін, қыздар. Сендерде жаңа біздер деген белестерді бағындыруымыз үшін біздің денеміз налайте на расслабоне, бүкіл жаңағы тәніміздің бәрі бос болып, рахаттанып, демалып тұру керек. Денеңді де демалту керексің. И к бою, да, өз арманыңа кегу деп, ол үшін не істеу керек дейтін болсаңдар, қыздар, обязательно массаж алыңдар. Біздің тәніміз негативті жақсы сақтайды өзінде. Көзге көрінбесе де мынаның бәрі іште. Реніштер, өз-өзіңе недовольство, елдің негативі, күйеуіңнің айтқан әрбір ауыр сөзі, басқасы, мынаның бәрі де копится. Видишь, копится. Кішкентай өзіңді сыртқа шығару үшін де хотя бы денеңе рахмет айтып, оны рахаттандырып, өзіңді мәпелеп, үйрен. Тәніңмен де жұмыс жаса, а потом жаныңмен де. Потом өз-өзіңді қайтар, өзіңнің кішкентай кезіңді. Әр қызда келіншек болсын, жасың қаншада не важно, кішкентай өзі болады. Вот кішкентай ішімізде болады. Соны өзіңнің тәніңді рахаттандыру арқылы шығар. Барлығымыз ойланып қалдық, жылап алдық. И кәдімгі шабыттанып алдық бүгінгі стористарымыздан. Ойланатын тақырып. Енді мен до конца стористарды айтып кетейін деп едім. Неге мен 3-6 деп алдым?
бұл жасты 3-6 деп. Осы 36 жаста әр адамға осознание, перезагрузка келеді. Мен осы уақытқа дейін қандай жетістікке жеттім? Мен осы уақытқа дейін не істедім деп. Мен осы уақытта қандай қазір дәрежеде тұрмын? Мен кіммін деген адамға осознание келеді. Байқасаңдар, көбісі, даже атақты деген мен деген адамдар осы жаста либо ары қарай ұшады, либо вообще құлайды дедім мен. Енді мен қазір пример келтіріп айтып. Бұл жас үлкендердің арасындағы подростковый жас сияқты. Қайтадан бір жаңару, қайтадан бір туылу, қайтадан бір ойлану, қайтадан бір өзгеру. Мен айтып жеткізе алмаймын сендерге ше. Бір адамдар болады, қолында бәрі бар, на пике. Бірақ почему-то осы жаста примерно 33, 36, 7, 8 осы аралықтарда өзінен өз қуатындар да бар. Но подростковый дейміз ғой, осы 36 жастағы подростковый возраст дейікші, осы бір жас аралықтарын. Сол кезде бар бағын қолындағы көтере алмай, құлап қуатындар бар. Өз қолының арасынан былай осы уақытқа дейін жинаған бағын былай сүріп алатын. Міне, осылай өз қолымен. Сенде де бар ондай таныстар, менде де бар. Мен мысалы бір келіншекке қатты қызығатынмын да, кәдімгідей анау бизнестары қанша көп болды. Директор компания болды. Осылай инстаграммен жүргізетін, бүйтетін, сөйтетін, прям вау етін да, анау келіншек. Но именно осы бір жаста, кәдімгі пикқа жеткен кезде, популярность, пик, бақыт, байлық, барлығына. И алдыда өзі құлады ғой. И мен оны бірнеше жылдан кейін кездестірген кезде мен дауысынан ғана таныдым. Өйткені мен постоянно стористарын қарайтым, постоянно дауысынан таныдым. Сол адам екенін ше. Сосын неге бұлай болды деген кезде мен білмеймін дейді. Өзімнен өзім депрессияға түсіп, барлық бизнестарымды сатып тастадым дейді. И я в ахуе просто. Бәрін сатып тастадым да құладым дейді нөлге. Өзің де осындай бір шама адамдар танисың. Көз алдымызда жүрген, ойбай әншісі болсын, там, я не знаю, бір популярный, ойбай барлығы бар адамда бір күні қарасаң жоқ. Көз алдымызда жүрген адам жоқ болып кетті. Одан сұрайсың ғой, не болды саған деп ше? Айтып жүрген әніңді айтсай, оқып жүрген жаңағыдай бізге беріп жүрген мотивацияңды айтса, саған не болды деген кезде мен осознавать еттім, бұл менікі емес, деп өзінен өзі қойып кеткен. Реально. Ондай таныстарың сенде көп. Яғни бір адам бар нәрсені ұстай алмай, өзінен өзі бітіп шайқалып, осы периодтарда құласа, бір адам, наоборот, ешкім танымайды да, 30-дан кейін 31, 32, 36, 40 ұшады. 3-6 еркек, әйел деп таңдамайды. Мықты еркектер де бар. Барлығы өз күшімен жетті, бүйтіп, сөйтіп, әйелі де, бала шағасы да, бәрі де жақсы. Бір моментте бәрінен айырылып, қуып, ойнап, немесе ішіп, домалап, бәрін жоғалтып жатады. И соңында ешкім емес та. Сондықтан да мен айтамын, жандарым, егер сен мықты жетістікке дәл қазір жетіп тұрсаң, сол өзіңнің қолыңдағы бағыңды жоғалтып алма. Егер сен әлі сол бір өзіңнің арманыңды орындамай, жетістікке жетпей, қалағаныңша өмір сүрмесең, қимылдайтын кез келді. Либо сен ұшасың, либо сен құлайсың.